Сәлем достар, Building Words сөз құрау сабағына қош келдіңіздер. Бұл 3-ші сабақ. Бұл сабақта сіздер қарапайым сөздерді қалай құрастыруды, оларды дұрыс әріптеп айтуды және ағылшын тілінде дұрыс дыбыстауды үйренетін боласыздар. Ағылшын тілінде қарапайым сөздерді құрастыру өте оңай. Ең алдымен бір дауысты дыбыс пен бір дауыссыз дыбысты қосып үйренеміз. Есіңізде болсын, әріптің атауын емес, дыбысын қолданамыз. Өйткені ағылшын тілінде сөздер дыбысталып оқылады, ал әріптің атауы басқаша айтылады. Ең алдымен қысқа дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстарды қосып сөз құрап көрейік. Ән, д, эд, г, иг, ап. Енді үш әріптен тұратын сөздерді құрастырайық, сонымен қатар жаңа сөздер үйренейік. Hat, pen, bed, net, map, bug, cup. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаған болса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.